Бүгін біз сіздермен үй жағдайында осындай KFC дайындап көрсетеміз. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытып кетпеңіздер. Алдын ала рахмет. Тауықтың қанаттарын барлығын тазалап аламыз. Үстінен бір ас қасық тұз, бір ас қасық қара бұрыш, бір ас қасық чеснок кептірілген, бір ас қасық паприка және де ащы бұрыш қосып, үстінен су құйып, осылай маринадтауға 2 сағатқа қалдырып қоямыз. 2 сағаттан кейін ұн, су және жаңағы біздің қанаттарымыз қажет. Ұнның үстінен паприка, қара бұрыш қосып осылай араластырып жібересіздер және де қанаттарымызды алып ұнға аунатамыз. Ұнға аунатпаған соң барлығын суға саламыз. Суға салып, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-бір салып аласыздар. Бірден артынан аласыздар да қайтадан ұнға аунатып аламыз. Барлық қанатты осылай жасалып бір ыдысқа салып алыңыздар, сонда сіздерге оңайырақ болады. Ал міне дайын болған қанаттарымызды ұрып ұнын түсіріп, міне ыдысымызға салып алдық. Енді қызып тұрған майға 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Отты қатты қоймаңыздар, ортасы піспей қалуы мүмкін. Міне барлығы әдемі болып қуырылып жатыр. Енді дәмі деген керемет. Үй жағдайына жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Міне бір жақ піскен соң екінші жағын аунатып алып жатырмын. Барлығы қызарып, дәмді болып пісті. Ыстықтай міне сіздерге көрсетіп тұрмын. Енді сіздерге де ұнайды деген ойдамын.